Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсізбе. Модуль атауы КМ13 киімді үлгілеу және көркемдеп безендіру. Пән атауы киімдерді үлгілеу және көркемдеп безендіру. Тақырыбы қазақ халқының ұлттық киімдері. Сабақтың мақсаты: қазақ халқының ұлттық киімдерінің шығу тарихымен таныстыру, ұлттық киімнің түрлерін оқыту, ұлттық киімнің ерекшеліктерін білу. Сабақтың міндеттері: ұлттық киімдердің шығу тарихын және түрлерін оқыта отырып, студенттің ұлттық киімге деген ой қиялын дамыту. Ұлттық киімдерді заманауи түрде сәндеу, модельдеу, әрлеу және ою-өрнектерін әшекейлеп дамыта оқыту. Жаңа ұғымдармен танысу. Күтілетін нәтиже: ұлттық киімдердің шығу тарихын және түрлерін біледі. Ұлттық киімдерді заманауи түрде сәндеп, модельдеп, әрлей алады. Ұлттық киімнің ерекшеліктерін біледі. Бағалау критерийлері: кестеде берілген дескрипторларға сәйкес тапсырманы орындасаңыз, тиісті бағаға ие боласыз. Қазақ халқының ұлттық киімі: этникалық, экономикалық және климаттық жағдайлар ескеріліп, ежелгі дәстүрлер бойынша тігіледі. Қазақтардың ішкі, сырттық, сулық, біркиер, сәндік және кейбірінде салтанат ғұрып киімдері болады. Ұлттық киім түрлері: бірінші суретте белдемше берілген. Белдемше дегеніміз қымбат терімен әдіптелген, барқыттан немесе жұқа шұғадан тігілген әйелдің белден төмен киетін киім түрі. Екінші суретте белдік. Белді бууға арналған киімнің құрамдас бір бөлігі болып саналады. Үшінші суретте жақтама. Бойжеткеннің бас киіміндегі екі қапталын әшекейлеп тұратын маржан інжу. Бешпен. Дене бітімге сәйкес жеңіл, иық, иініш киімі. Кең тараған түрлері кеудеше, көкірекше. Жасы ұлғайған адамдардың бешпенті тік силуетті болған. Жағалы киім дегеніміз ол сырт киім. Жейде. Ұзын жеңді, ашық, не жағасы жабық кең көйлек түрі. Ерлердің денесіне киетін киім. Кимешек. Бет жағы ойылған, күләпара тәрізді әйелдің бас киімі. Иық. Кеудені жауып, арт жағынан арқаны жауып, төмен түсіп тұрады. Көйлек. Біз кестелі пішіндегі жағасы жабық, артқы жағы қиықты көйлек. Ерлердің көйлегіне қарағанда, әйелдер көйлегі ұзынырақ және кеңірек болып келеді. Ал енді бекіту тапсырмаларын Миро тақтасында орындайық. Бірінші тапсырма: сәйкестендіруді орындаңыз. Яғни берілген киім атаулары мен суреттерін бағыттауыштар арқылы сәйкестендіріңіз. Сіздерге 1 минут уақыт беріледі. Уақыт аяқталды. Енді тапсырманы кім қорғайды? Гүлжан Серікқызы, мен қорғасам бола ма? Я, Жанар, айта ғой. Бұл жерде бешпен 8-ші сурет. Ал мәсі 3-ші сурет. Я, дұрыс. Белдемше 4-ші сурет. Дұрыс. Келесі? Ал кимешек 7-ші сурет. Келесі мен қорғасам бола ма? Я, Жансая, қорғай ғой. Шекпен. Ол бізде 2-ші сурет. Дұрыс. Келесі? Түлкі тымақ. Ол бізде 6-ші сурет. Дұрыс. Жақтама. Ол бізде 5-ші сурет. Дұрыс. Келесі? Және жағалы киім. Ол бізде 1-ші сурет. Өте дұрыс айттың. Жақсы қыздар. Енді келесі тапсырманы орындайық. Бұл жерде сіздер лиф және жеңлік аласын өзгерту арқылы эскизда берілген модельді өзгертіңіз. Қажетті құралдар: қайшы, карандаш,
Масштабы кішірейтілген алдыңғы бой лекаласы. Тапсырманы орындау үшін сіздерге 10 минут уақыт беріледі. 10 минут уақытыңыз аяқталды. Енді өз жұмысын кім қорғайды, қыздар? Апай, мен айтсам бола ма? Айта ғой, Нұрай. Бірінші сурет. Алдыңғы бой лекаласы арқылы модельдейміз. Мойын ойындысы тереңдігін өзіңіз таңдайсыз. Суретте көрсетілгендей етіп сызықтарды сызамыз. Қайшының суреті тұрған жерден бастап сызық аяқталғанға дейін қиямыз. X белгісі тұрған жақтар жабылады. Екінші сурет. Қиғаннан кейін омырау және бел бүкпесін қосып жабыстырамыз да және жаңа 3 бүкпе ашамыз. Сол кезде бізге керек бүкпелер өз орындарына келіп тұрады. Кокетканы кесеміз және бөліндінің бәрі қосылып жабылады. Дұрыс айттың, Нұрай. Енді келесі эскиз жеңді модельдеу. Оны кім қорғайды? Оны мен қорғасам бола ма? Айта ғой, Жанар. Бірінші сурет жең. Астыңғы жағы жайылмалы манжетке жиналған жең. Бұл модельді жасау үшін бізге жең лекаласы керек. Теңдей етіп екі бөлікке бөлген соң, бір бойын, яғни артқы бой жағын ортаңғы сызықпен қосқанда 4 бөлікке бөле отырып, сызықтар жүргіземіз. Екінші сурет жең. Қайшының суреті тұрған жағынан бастап жоғарға қарай қиямыз. Толық қиып бөліп тастамау керек. Себебі біз үстіңгі бөлікті кеңейтпейміз. Қиып алған соң араларын бірдей етіп ашамыз және үлгідегідей астыңғы бөлігі ерекше көріну үшін қосалқы сызық сызамыз. Дәл берілген үлгідегідей. Өте дұрыс айттың, Жанар. Осымен сабағымыз аяқталды. Бүгінгі сабақты қорытындылау үшін бірігіп Вен диаграммасын толтырайық. Енді қыздар бүгінгі тақырыпта түсінгендерің бойынша толтырылған Вен диаграммасын кім айтады? Қазіргі заманды мен айтсам бола ма? Айта ғой, Жанар. Қазіргі заман киімдері тігілетін маталар синтетикалық талшықтар қосу арқылы жасалады. Тігін тігу технологиясы қолданыстағы құралдар автоматтандырылған. Жақсы. Келесі. Апай, бұрынғы заманды мен айтсам бола ма? Айта ғой, Нұрай. Бұрынғы заман киімдері тігілетін маталар табиғи тері жүннен жасалатын болған. Тігін тігу технологиясы қолданыстағы құралдары қолмен тігілетін болған. Ұқсастығын бір сөзден айтып жөнсеңіздер. Ұқсастығы ою өрнектерде, модельдерінде, маталарында және де түр түсінде. Бүгінгі тақырыпты жақсы түсініпсіздер, қыздар. Жарайсыздар. Ал енді сіздерге үй тапсырмасы қазіргі заманға сай киім үлгісін модельдеп, эскиз салып, Smart Nation платформасына саласыздар. Жақсы қыздар, келесі кездескенше сау болыңыздар.